Бүгін облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің басқарма төрағасы ректор қызметіне Наурызбай Байқадам Тайғанда мәжілісі өтті. Аймақ басшысы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев білім беру саласын жаңғыртуға қатысты тапсырмаларын атап өтіп, өңірлік ғылыми-технологиялық кеңестердің жұмысын күшейту қажеттігін жеткізді. Бұл бағытта университеттің әлеуеті жоғары екенін айтып, ғылыми-инновациялық дамуға белсенді үлес қосуға шақырды. Наурызбай Сейтқалиұлын баршаңыз жақсы білесіздер. Парламент алдында халықты алаңдатқан маңызды мәселелердің оң шешімін табуына облысымызға республикалық бюджеттен қажетті қаржының бөлуіне өзінің зор үлесін қосты. Еліміздің, туған жеріміздің өсіп-өркендеуіне қосқан елеулі еңбегі жоғары бағаланып, мемлекет басшысының жарлығымен құрмет парасат ордендерімен наградталды. Наурызбай Сейтқалиұлы 1991 жылы аталған университеттің тарих және француз тілі мамандығын тәмамдаған. Еңбек жолын ауыл мектебінде мұғалім болып бастап, 1994 жылы оқу орнына оқытушы ретінде оралған. 2008-2013 жылдары тәжірибе жұмыстары жөніндегі проректор қызметін атқарып, жалпы 20 жылға жуық университетте еңбек еткен. Тарих ғылымдарының кандидаты, 150-ге жуық ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектің авторы. 2013 жылдан бастап мемлекеттік қызметте облыстық білім басқармасының басшысы, облыс әкімінің орынбасары, облыстық мәслихат хатшысы және төрағасы қызметтерін атқарды. Сонымен қатар Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының орынбасары, бірінші орынбасары, кейін Аманат партиясының облыстық филиалының төрағасы болды. 2024 жылғы сәуірден 2026 жылғы 11 ақпанға дейін Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдар комитетінің мүшесі ретінде заң шығару қызметіне белсенді қатысты. Алқалы жиыннан кейін облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет университеттің басқарма төрағасы Наурызбай Сейтқалиұлын білім ордасының ұжымымен таныстырып, алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Назгүл Қаштыбай, Арайлым Кенжебек, Сабыржан Қаратаев, Индира Райысова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.